Әйелім измена жасады, қалай қабылдаймын? Осында анонимді сұрақ келді жігіттерден. Қараңыздар, әйел адамдар басқаша изменасы. Мен психосоматолог регрессолог ретінде айтамын, өте көп әйелдермен керісінше жұмыс жасаймын, күйеулері измена жасаған. Ол жерде мысалы еркектер измена жасаған кезде олар барды қайтты ұмытты да. Әйел адамдар изменаға бару үшін 1040 рет ойланады. Өйткені әйел адамда жүрекпен, эмоциямен өмір сүреді. Егер әйел адам сондай шаққа баратын болса, вопрос не в том, что жена виновата. Вопрос в том, что сен еркек бола алдың ба? Өйткені әйел адам ешқашан измена жасамайды, еркек өз орнында болса, ақша тапса, семьясын толықтай бақса, толықтай обеспечить етсе, еркек ретінде өзінің әйелдің алдында қызметін орындаса, сол кезде әйел адам ешқашанда измена жасамайды. Екіншісі причина, әйел адам не үшін оған барады? Өйткені әйел адам толықтай өзіне жауапкершілік алып алған еркек ретінде. Ипотекасын, кредитін, бүкіл расходтарын бәрін өзінің жауапкершілігі, плюс еркектің де кредитін жауап береді. И ондай уже отношение автоматически әйел еркектің рөліне отырады. А еркек, который түкті жасамай айтқан, автоматически былай айтқан кезде әйел болып кетеді. Өйткені бір семьяда еркек болмайды. Уже бұндай отношениямен әйел адам жаңағындай бәрін жасап жатқан еркегі уже возбуждать етпейді. Одан кейін уже ой басқаша кетеді. Зачем маған еркек, который меня абсолютно не обеспечивает, не защищает, ничего не делает деп. И сол себептен құрметті еркектер бірінші әйелдердің есі измена жасаса, значит осы этаптың бәрінен өткен. Ал оны өткізбеу үшін в первую очередь еркек болу керек. Просто өзің еркек болу керексің. Толықтай обеспечивать ет, толықтай еркек ретінде полный өзің роліңді ал и до конца еркек болып жүр.